Сәлем достар, бұл CSS курсының 9-шы сабағы. Бүгінгі біз форма туралы үйренеміз. Формалардың түрлерін қалай өзгертеді және де таблицамен жұмыс жасаймыз. Осылардың барлығын үйрену үшін арнайы біз заказ жасау бетін жасаймыз. Ендеше бастайық. Мен өшіріп тастайын алдыңғы жасағандарымызды. Бірінші тақырыбын жазайық. Заказ жасау беті дейік. Таблицаны саламыз. TR деп әуелі жолын саламыз. TR деп отқанымыз бір жол болып есептеледі. TH дейік, жоғарғы колонкілерін салайық. Артикул дейік. Аты дейік. Саны. Бағасы дейік. Ал астына мәндерін салайық. Мысалы, 121 дейік артикулын бірінші тауар атын. Телефон Nokia дейік. Бір деп жазып қойылатын. Санын біреу дейік. Бағасын 50.000 теңге дейік. Тағы да осындай тауарлар салып жіберейік. Екеуін. Мұнда артикул коды 455 болсын. Смартфон Samsung Galaxy деп жазып жіберейік. 3 штук болсын. Бағасын 400.000 деп жазып жіберейік. Ал мынаның санын 25 дейік. Бұған да смартфон дейік. Xiaomi деп жазып жіберейік. Redmi деп. 2 штук бола қойсын. 200 дей салайық. Сақтадым. Не шыққанын қарайық. Парақшаны жаңартайық. Міне, бізде осындай таблица болды. Кішкене алыстатып қойын. Мықты үлкен. Кішірейтіп қойдым мен. Таблицамыздың түрі таблицаға ұқсамайды. Біз алдыңғы сабақтарда HTML үйренген кезде осылардың границаларын шығару үшін біз арнайы атрибут салғанбыз, border деп. Бірақ мен оны айттым. Өте ескіріп кеткен атрибут деп. Сондықтан да оны CSS-пен жасау керек. Қазір мен көрсетемін CSS-пен қалай жасау болатынын. Бірінші table td дейміз. Үтір table th дейміз. Мұнда үтірменен біз екі селекторды жазып отырмыз. Біріншісін мынау, одан кейін мынау екіншісі. Мұнда біз айтып отырмыз пробел арқылы салып, table'дың ішіндегі td деп отырмыз. Содан кейін table'дың ішіндегі th деп отырмыз. Мұнда қарасақ, міне бізде table'дың ішінде міне th тұр. Одан кейін table'дың ішінде міне td тұр. Осылар орындалады. Border деп жазамын. 1 пиксель, solid. Қара түске қоямыз. Алдыңғы сабағымызда біз hex кодтар туралы үйрендік. 3.0 деп отқанымыз негізінде 6.0 болып, бірақ оны қысқартып жазу болады 3.0 болып. Бұл бізде қара түс. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бізде границалары пайда болды. Бірақ та келісесіздер ғой, әлде де таблица ұқсамайды. Неге? Өйткені араларында мындай қуыс бар. Ол қуыстарды қалай алып тастау болады? Ол үшін мен table'дың өзіне жазайын. Table дейік. Border collapse деген бар. Ішіне collapse деп жазамыз. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне, барлығы бірігіп жазылып тұр. Енді аралар мындай жабысып тұрмас үшін, ашу үшін padding салайық, ішкі отступын. Padding 5 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне, аралары 5 пиксель отступтары тұр. Бірақ та мына біздің тақырыптарымыз орта таманда тұрды, ал жазуларымыз сол жақ шетке тақалып тұр. Бәрі бірдей бұл үшін барлығында ортасына қояйық. Ол үшін text origin деген бар. Алдыңғы сабақтарда біз өтіп кеттік. Ортаға теңестіруге. Center дейміз. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Бізде жазуларымыз барлығы ортада тұр. Жалпы таблицамыз одан да әдемірек болу үшін түсін өзгертуімізге болады. Сұрғылт түске 3 ағылшынша саны саламын. Сұрғылт түске айналды. Біздің таблицамыздың түрі әдемі келді. Енді астына заказды қабылдайтын форманы жасайық. Ол үшін индекс HTML-ға мен тағы да таблицадан төмен жазайын. Form деген арнайы тег бар. HTML үйренген кезде оны да өтіп кеттік. Ішіне input деп салайын. Type text деймін. Мәтін теретін бөле ол. Name дейік. Ішіне name дейік. Есімі болсын бірінші. Одан кейін last name дейік. Фамилиясы теретін болады. Одан кейін телефон номерін теретін болсын. Ал ішіне placeholder'ларын салып кетейік. Есіміңіз дейік. Қазір мына көшіп алайық placeholder'ды. Мына ішіне салайын, және мына ішіне салайын. Мына жерге фамилияңыз деп жазайын. Телефон номеріңіз дейін.
номеріңіз. Астына батырмамыз салып кетейік. Input type submit дейік. Сақтадым. Не шыққанын қарайық. Парақшаны жаңартайын. Міне есіміңіз, фамилияңыз, телефон нөміріңіз, submit деген кнопка пайда болды. Қазір submit деген орнына біз басқаша жазу жазайық. Ол береміз ол үшін. Тапсырыс беру деп қояйық. Жалпы форманың үстіне біз тақырып салып кетейік. H2 берейін ме оған. Тапсырыс беру формасы деп жазып қояйын. Жалпы қарасаңыздар, міне барлығы бір жерде тұр, онша емес көрініп тұр. Сондықтан да мен қазір бәрін бөлек-бөлек көрінетін қылып жасайын. Ол үшін не істеуге болады бізге? Ол үшін арнайы лейблға салайық барлығын. Лейбл. Инпуттардың барлығын салып шығамын. Қазір ашатын тегтерін салып шығайын бірінші. Енді жабатын тегтерін салып шығайын. Инпуттарын жылжытып әдемірек сәндеп қояйық. Өзімізге түсінікті болу үшін иерархиясы HTML-дың. Сақтадым. Не шыққанын қарайық. Парақшаны жаңарттым. Тапсырыс беру формасы тұр. Және де біздің мына өрістеріміз тұр. Міне есіміңіз, фамилияңыз, телефон нөміріңіз. Нөміріңіз деген дұрыс жазылмай кеткен екен. Дұрыстап жазып жіберейік. Сақтадым. Енді CSS-ке көшейік. Енді осы формаларымыздың барлығы жеке-жеке бөлек-бөлек тұру үшін төменге бірінің астына біріне. Бізде ескі схема бар, әрине былай жасауымызға болады. Ол жұмыс жасай беретін болады. Қазір байер деп салсақ. Байер. Жекеде байер салып кетем. Онда ол кезде бірінің астына бірін тұрады. Парақшаны жаңарттым. Міне. Бірақ ол дұрыс емес, олай жасаған. Сондықтан да мен қазір дұрыс жолын көрсетейін сіздерге. Ол үшін мына бізде берген сыртына қоршадық қой лейбл деп. Сырттарына лейбл беріп шықтық. Осы лейблге біз қазір дисплейін өзгертеміз. Оның қазіргі дисплейі компьютерде қарасақ inline болып тұр. Сондықтан да дисплейге қазір біз блок береміз. Ол үшін не form дейін. Формның ішіндегі лейбл дейін. Дисплей деп жазамын. Блок дейін. Сақтадым. Парақшаға жаңартсам, міне олардың бәрі қазір біз div салған сияқты болып тұр. Міне бірінің астына бірін тұр. BR деген жоқ, көріп тұрсыздар кодты. Алып тастадық біз оны. Енді араларын кішкене ашайық, үлкендеу болу үшін. Ол үшін margin боттын берейік. Алдында біз margin беріп шықтық, білесіздер. Ол төрт жағында болады. Ал тек қана астында болу үшін, ол үшін margin боттын саламыз. Ал егер де біз тек қана сол жағына бергіміз келсе, онда біз left дейміз. Ал оң жағына бергіміз келсе right дейміз. Үстіңгісі top деп жазылады. Қазір margin боттым деймін. 10 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне аралары ашылды. Кішкене тағы да үлкейтін кірейін. 20 пиксель берейік. Әдемірек болу үшін. Бізде аралары ашылып тұр осылай. Енді инпуттарымызды сәндейік. Ол үшін міне form input деп жазамын. Form input. Бордерін өзгертейік біз. Көрінетіндей етіп. 1 пиксель. Solid. Сұрғылт түсті таңдайық. Сол 3-сы. Padding дейік. Ішкі 30-сын өзгертейік. Жоғар жағын 8 пиксель дейік. Ал екі жақ қапталы 12 пиксель дейік. Қараңыздар, мен padding 2 мән бердім. Мына 8 пиксель деп отқанымыз. Ол мына суретпен қарайтын болсақ, міне үстіңгісі мен астыңғысы болып саналады. Ал мына екінші беріп отқан санымыз 12 пиксель. Ол мына сол жағы мен оң жағы болып саналады. Дәл осылай біз тағы да үшінші мән бере аламыз. Мысалға 5 пиксель десек, онда ол асты болып саналады. Ал үстіңгісі 8 пиксель болып тұрады. Ал екі қапталы 12 пиксельден қалады. Төртіншісін жазатын болсақ, мысалы 75 пиксель дейін, ол кезде сол жағы 75 пиксель болады. Жалпы оңай түсінгілеріңіз келсе, онда сағатты елестетсеңдер болады. Бірінші сағат тілі жоғарыдан басталады, 12-ден. Одан кейін оңға қарай, мысалы 3-ке жылжиды сағат, кейін астыға жылжиды 6-ға, одан кейін сол жаққа қарай жылжиды 9-ға. Осылайша сағат бағытымен жүреді, жоғары, оңға қарай, төмен, сол жаққа қарай. Мен қазір екі ғана мәнді қалдырып қоямын. Дәл осылай беру жалпы жалғыз paddingке де ғана емес, marginге де беру болады. Сақтадым. Парақшамызды жаңартып қарайық, не шыққанын. Міне, біздің формаларымыз үлкендеу, әдеміше болып келді. Біздің батырмамыздың да стилі өзгерді. Енді бұлардың қырларын сәндеу үшін дөңгелек қылып. Ол үшін border radius деген бар. Border radius дейік. 7 пиксель берейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне, біздің формаларымыздың қырлары дөңгелектенді. Енді мына біздің input өрістеріміз бен батырманың енін өзгертейік бірдей қалып.
Ол үшін біз мына жерге жазамыз width деп, енін беру үшін 200 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Мында бір қызық зат бар, жалпы формдарға қатысты. Көріп тұрсыздар, мен жалпы бұларға мен жаңа 200 пиксель дедім, бірақ сонда да олардың ендері әртүрлі болып тұр. Неге? Өйткені инпуттың ені мен мына батырманың енін өзгеше санайды. Бұнда батырмадағы айырмашылығы еніне паддингті қосып жібереді. Мысалы, қазір мен мышканы апарып қарайтын болсам, міне оның енін 200 пиксель көрсетіп тұр. Ал мыналарға апарып қарайтын болсам, оның ені 226 болып тұр. Бұл жерде екі жағына қосқан біздің 12 пикселіміз бен бордеріміз қосылып кетті. Жалпы екеуіне де енді бірдей есептеу үшін арнайы тағы да бір мағына бар, box sizing деген. Border box десек егер, онда ол мына батырма сияқты есептейтін болады. Парақшаны жаңартайын. Міне ендерінің барлығы батырманың енімен бірдей болды. Енді батырмамыздың түсін өзгертейік, түрін өзгертейік. Ол үшін былай жасайық. Form дейміз. Input дейміз. Одан кейін біз атрибутын жазаламыз. Мысалға type деп, одан тең болады submit. Сосын ішіне біз ережелерін жаза береміз. Мына жерде мән беріп қараңыздар, міне атрибуты тұр type submit деген. Сондықтан да біз міне input type submit деп жазып кеттік. Енді осының ішіне жазған CSS ережелеріміздің барлығы осы элементке орындалады. Background берейік, түсін өзгертейік. Қазір мен сұрғылт түс таңдап көрейін, сосын браузермен басқаша түс таңдап көрейік. Парақшаны жаңарттым. Элементімізге апарамын. Оң жағымызға барсақ stylus деген. Міне background 3 сатыр. Міне мына түстің үстінен бассам, мен басқа түс таңдай аламыз біз. Алдындағы сабақта айтып кеткен hex кодымыз міне тұр. Сарғылт қоңыр түсті таңдап көрейін. Міне осы түс әдемі екен. Көшіріп алдым. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне біздің батырмамыздың түсі өзгерді. Мынаны жауып тастайын. Міне осылай тапсырыс жасайтын бетті жасадық. Мына жерлерге біз аттарымызды жаза аламыз, фамилиямызды жаза аламыз, телефон нөмірлерімізді тере аламыз. Осылайша тапсырыс беруімізге болады. Жалпы болашақта проекттер жасаған кезде сіздерде бірнеше форумдар немесе бірнеше батырмалар кездесуі мүмкін, және де бірнеше таблица кездесуі мүмкін. Олардың барлығына әртүрлі стиль қолдануларыңыз мүмкін. Сондықтан да сіздер тегтің атын жазбай, мысалы table деп, мына жерге forum деп, сіздерге класс қолдануға ұсынамын. Мысалға мен table-ға қазір класс берейін. Main дейік, сақтадым. Одан кейін мына жерге біз қолдана аламыз қазір main деп. Мына жерде назар аударыңыздар. Мен бұлдың арасына ешқандай да пробел салған жоқпын. Сондықтан да ол екі ережені орындап тұр. Біріншіден tag table болу керек дейді, одан кейін онда main деген класс болу керек дейді. Осылай жазып кетсем де болады, орындала береді. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне орындалып тұр. Я болмаса table-да алып тастап жазсақ та болады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым, міне орындала береді. Ал егерде біз арасына пробел салатын болсақ, ол орындалмайды. Өйткені ол CSS-те table-дың ішіндегі main деген мағынаға білдіреді. Ал бізде ол ешқандай да main table-дың ішінде емес, екеуі бірге тұрған зат. Парақшаны жаңартайын. Біздің жазған border collapse-ымыз орындалмай қалды. Сондықтан да қосып жазыңыздар. Бірге жазу керек болса, я болмаса тек қана класстың атын жазсаңыздар да болады. Мына жерге main деп жазып шығайын барлығына, осылай. Формаға да дәл солай ат беріп қойсаңыз болады, класс. Класс order деп жазып қойайын мысалға. Енді формалардың барлығын өзгертіп тастайын. Order. Сақтадым. Парақшамызды жаңартайық енді. Міне, барлығы жұмыс істеп тұр баяғыдайша. Осымен сабағым аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.